Белгілі қоғам белсендісі Айбар Олжай болса, қазір қазақ қоғамы өздерінің заңдық құқығын білет. Және естеріңізде болса, бұған дейін Магнум желісінде қазақ тіліне байланысты үлкен дау туған еді. Енді тәртіпке сүйене отырып, кәсіпкерлердің тұтынушылардың өтінішіне құлақ асуына жеттік деп отыр. Шағын бизнес болсын, орта бизнес болсын, қазақ тілінің тұтынушылық құқығы бойынша өте үлкен кейстерден сабақ алды. Бірақ бұған жету үшін біз қаншама жанжал, қаншама кейс, қаншама жаңағы cancel culture дейді ғой, жоққа шығару, иә, осы мәселені өттік. Тек осындай ірі жанжалдардың арқасында ғана бәрі құлақтанып, жалпы бұл мәселені түсінді. Бизнес иелері дәл қазір Қазақстанда бір осы мәселені түсінбейтін бизнес иесі жоқ деп айтуға болады. Барлығы бұл мәселені біледі, түсінеді, және кім бизнесін сақтап қалғысы келеді, өркендеткісі келеді, жалпы өзінің жаңағы клиенттерін ұстап қалғысы келеді, оның барлығы жаңа жағдайға бейімделді. Бұл заң аясындағы өте белгілі бір дұрыс жұмыстың нәтижесі болды, барлығы түсінді. Енді 2030 қазір 2025 жыл, 2020-дан 25 жылдың қандай эволюциялық, бір ғана революциялық кезеңнен өттік. Тіпті ондағы жағдай мен қазір жағдайды мүлде салыстыруға болмайды. Қазір барлығы керісінше 99% қазақ тіліне мысалы көшіп отқан. Енді 2030 жылы бұл априори кәдімгі белгілі бір аксиом ретінде, қалыптасқан дүние ретінде қабылдану керек. Қоғамның ойы мүлде басқаша деңгейде болады деп ойлаймын.